Армысыздар, эфирде Әуезов ТВ, сіздермен апта жаңалықтарын айшықтайтын мен Қанат Жолдасбеков. Қараша айының 2 жұлдызында басқару және бизнес жоғары мектебінің деканы мен белсенді студенттері тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай қайырымдылық асыл қасиет атты қайырымдылық акциясын өткізді. Толығырақ тілшіміз Самидин Аружан материалында. Қазіргі таңда елімізде қоғамдық акциялардың саны күн санап артып келеді. Солардың қатарында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті бизнес және басқару жоғары мектебінің студенттері қайырымдылық акциясының ізін жалғады. Қайырымдылық ізгіліктің көрінісі. Адам өміріндегі игі істердің бірі мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Осы орайда қайырымдылық жобасына Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті басқару және бизнес жоғары мектебінің деканаты мен студенттері белсене атсалысты. Қайырымдылық асыл қасиет акциясының басты мақсаты әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған мұқтаж жандарға материалдық көмек көрсету болып табылады. Іс-шара аясында студенттер тұрмысы төмен отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға азық-түлік себеттерін табыстады. Қазақстан Республикасы 30 жылдығына қарай 30 оңды іс акциясын біздің жоғары мектептің студенттері мен профессор оқытушы құрамда өткізіп жатыр. Жыл сайын 7-ші мектеп қаладағы сондағы әлеуметтік жағы нашар қорғалған отбасыларға, оқушыларға қыстық киімін әперіп жатырмыз. Жатақханада тұратын мүгедек, толық емес жанұяларға жаңа тамақтану корзинкесін, оның ішінде ет өнімдері, макарон, ұн, қант өнімдерін апарып беру бізге әдетке айналған. Елдің атын ер шығарар. Бокстан өткен кезекті әлем чемпионаты қазан айының 24 мен ағымдағы айдың 6 жұлдыз аралығында Сербия астанасы Белград қаласында болып өтті. Сербия астанасынан серпін алған чемпионат спортшыларымыз үшін сәттіліктерге толы болды. Ел қоржыны бір емес қос алтынмен апталып, қанжығамыз 2 күміс, 1 қола медальмен майланды. Аталған жарыста оқу ордамыздың 3-ші курс студенті Сабырхан Махмуд та бақ сынап, ел мерейін үстем етіп, туымызды тұғырына тұрақтатты. Толығырақ спортшымызды күтіп алып, жеңісімен құттықтасып қайтқан тілшіміз Еркінбек Әділ материалында. Сербияның Белград қаласында өткен 2021 жылғы әлем чемпионатында алтынмен пара-пар күміске ие болған Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенті Махмуд Сабырхан бүгін шайлышым қаламызға оралды. Спортшымызды қарсы алуға келген халықтың қарасы көп. Ендеше еліміздің даңқын асқақтатқан спорт жұлдызын бірге қарсы алайық. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенті Сабырхан Махмуд әлемдік додада 54 келі салмақта ел намысын қорғаған болатын. Әлем чемпионатында Махмуд 5 кездесу өткізіп, 4-еуін айқын басымдықпен жеңіп, финалдық кездесуде жапон боксшысына есе жіберіп, күмісті қанағат тұтты. Спортшымызды күтіп алу рәсіміне Шымкент қаласының әкімінің орынбасары Мақсұт Пернебайұлы қатысып, Махмудқа үлкен жетістіктер тіледі. Парижде өтетін Олимпиада ойындарына қатысып, жеңімпаз болуына ниет етті. Жиынға Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің белсенді студенттері келіп, спортшымызға шынайы ризашылықтарын білдірді. Басында кеше ұтылған кезде кішкене өкініш болды. Енді Қазақстан келген соң барлығы осы қолдап, көңіл күйім кішкене осыны көтеріліп қалды. Сіздерге үлкен рахметімді айтам. Ой, молодец. Және де ауылдастар, Шымкент қаласының бүкіл оқып атқан Мұхтар Әуезов мені қолдап келіп отырған барлықтарыңызға үлкен рахметімді айтам. Және өзіміздің клуб, чемпионат клуб, және управление рахметімді айтам үлкен. Барлықтарыңызға үлкен рахметімді айтам. Және бұл енді менің ғана еңбегім емес, бүкіл ағайларымыздың, жеке бапкерім Оралбек Велес ағай, және де Заңғар Қасқаев ағайым рахметімді айтам. Қараша айының 9 жұлдызы оқу ордамызда Сидней олимпиадасы мен әлем чемпионатының күміс жүлдегері жерлесіміз Мұхтархан Ділдебековпен кездесу кеші ұйымдастырылды. Парасатты ой толғамдарын тарқат айтқан Парасат орденінің иегері Парасат жолы жобасы аясында ұйымдастырылған кеште көсіле сөйлеп, ертеңге үлгі болар ерең еңбектерін айтып, еселі естеліктерімен бөлісті. Іс-шараның ары қарай қалай жалғасқаны жайында толығырақ тілшіміз Кенжаев Батырбек тарқат айтады.
Оқу ордамызда парасат жолы жобасы аясында Сидней Олимпиада ойындарының және әуесқой бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері, парасат орденіне иегері Мұхтархан Ділдәбеков Қабыланбекұлының студенттермен еркін түрде кездесу өтті. Аса ауыр салмақта ел намысын қорғап, чемпионаттарда қарсылас шақ келтірмей жүрген атақты боксшының үлкен спортқа дейін дода-бұзар көкпаршы болғанын бірі білсе бірі білмес, және бокс әлеміне келуіне себепші болған тұлға. Куба алыбы Рубалка Алексиске қарсы карьерасындағы ең бір есте қаларлық текетіресте жеңіске жетуіне мүмкіндік сыйлаған бапкері Нұрғали Сейфуллинді айрықша атап өтті. Кездесу соңында Мұхтархан Ділдәбеков Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенттеріне ізінен ерген жас буынға қазақ ұлтының мерейін өсіретін азамат болуға шақырды. Осындай ұйымшылықпен, осындай ұжымдармен ырзашылығын білдіріп отырмын. Өйткені осы жерді басқарып отырған Дария Пернеш қызына алғысымыз шексіз. Міне барлығы осындай студенттерді, осындай спортсмендермен, әлде басқа тұлғалармен кездесіп, осындай кездесу өткізіп атқандарына алғысым шексіз. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде шетелдік оқытушылардың қатысуымен тәжірибе алмасу дәрісі өткізілді. Дәрісті Европа мен Азияда орналасқан белді университеттердің оқытушылары жүргізді. Толығырақ тілшіміз Тұрысбек Айғаным сюжетінде. Университетімізде шетелдік оқытушылардың қатысуымен дәрістер өткізілуде. Бұл дәрістердің басты мақсаты әлем елдерінің білім жүйесімен танысу, тәжірибе алмасу болмақ. Қараша айының 1-нен бастап Ресей, Ұлыбритания, Украина, Малайзия, Түркия, Белоруссия елдеріндегі жоғарғы оқу орындарының білікті мамандары өз тәжірибесімен бөлісуде. Дәрістер экономика, стандартты сертификаттау, ақпараттық технологиялар, мұнай-газ, тамақ өнеркәсібі сынды мамандарға арналмақ. Айта кетейік, бұл дәрістер қараша айының 1-нен желтоқсан айының 30-на дейін жалғасады. Сегодня постаралась дать свое видение будущего бизнеса, форм ведения бизнеса и влияние цифровой экономики на нашу жизнь в целом и на ведение бизнеса в частности. То есть стоит вопрос о том, куда будет двигаться человечество, к экономической выгоде или к развитию личности. Исчезнут некоторые профессии, многие профессии появятся. Те, которые мы еще даже представления не имеем, какие это будут. То есть развивается очень быстро цифровая экономика. И от того, насколько эффективно будет развиваться в каждой стране вот цифровые платформы, цифровые методы ведения бизнеса, настолько будет эффективна национальная экономика. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің белсенді жастары киелі Түркістан шаһарына саяхат жасап, көне қаланың бүгінгі тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Бұл жайында тілшіміз Самидин Аружан баяндайды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің белсенді студенттері тарихы тереңде жатқан Түркістан өлкесіне сапар шегіп, қалада бой көтерген көрікті мекендерді аралады. Аталған саяхаттың басты мақсаты жастардың рухани патриоттық сана сезімін қалыптастырып, тарихи жәдігерлермен таныстыру жұмыстарын жүргізу болып табылады. Оқу орданың білім алушылары көп функционалды керуен сарай кешені, Фараб кітапханасы мен тұңғыш президент саябағына аялдап, жаңарған қаланың тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Мұхтар Әуезов атындағы оқудың жастар орталығымен бірлесе отырып, біз Түркістан қаласына барып қайтқан болатынбыз. Ол жердегі студенттердің бару мақсаты жастардың рухани белсенділігін арттыру мақсатына барған болатынбыз. Ол жерде көптеген ұйымдар барды. Жас отан жастар қанаты, Қазақстан студенттер альянсы, достық клубы барды. Тағы да осы біздің құрамға енетін, студенттік парламенттің құрамына енетін 13 факультеттен студенттер барған болатын. Қазан айының 3 мен 12 аралығында тәрбиесі және жастар саясаты департаментінің ұйымдастыруымен кезекті кездесу кеші өтті. Жиынға оқу ордамыздың 1-ші курс студенттері қатысты. Толығырақ тілшіміз Тұрсынбек Жанару тарқатып айтады. Қазан айының 3 мен 12 аралығында тәрбиесі және жастар саясаты департаментінің ұйымдастыруымен университеттің ішкі тәртіп ережелері мен қоғамдық жұмыстарға белсенділігін арттыру мақсатында университеттің тәрбие ісі және жастар саясаты департаментінің студенттерге психологиялық көмек көрсету орталығының және жастар орталығы мамандары жоғарғы мектеп факультеттерінің 1-ші курс студенттерімен кездесті.
Сонымен қатар студенттік өзін-өзі басқару ұйымдары, студенттік парламент, жас отан жастар қанаты, ақиқат пікірсайыс клубы, Қазақстан студенттері альянсы, достық клубының көшбасшылары өз жұмыстарымен таныстырып, жастарды белсенді болуға шақырды. Бүгінге келіп түскен апта жаңалықтарының легі осылай болды. Хабарымыздың соңында ауа райы мәліметтерімен таныс болыңыздар. Келесі кездескенше қош аман, есен сау болыңыздар.